Қазақ халқының бала тәрбиесіне қатысты ежелден келе жатқан салт дәстүр, әдет-ғұрып, жөн жоралғылары мен ырымдары, тыйым сөздері өте көп. Соның бірі бауырынан табақ жүгірту дәстүрі. Ырым деп айтсақ та болатын сияқты. Ол туралы Айып Несіп Оқасұлы мен Әкімбай Жаппарұлының «Ағаш бесіктен жер бесікке дейін» деген кітабынан бауырынан табақ жүгірту дәстүрі туралы аз-кем мағлұматпен таныстырып өтейін. Туылғанына 5-6 ай болып, талпына бастаған сәбиді тез аяқтансын деген мақсатпен туған туыс, көрші қолаңды шақырып, баланың бауырынан табақ жүгірту ырымын өткізеді. Онда ауылдың өнегелі, инабатты кісілерінің бірі арнаулы дайындаған бір табақ асты қолына алып, оны талпынып тұрған баланың оң жағынан сол жағына, сол жағынан оң жағына қарай өткізіп, бала апандай талпында, аршында бөпем аршында, жел маядай желгек бол, қас тұлпардай сергек бол деген игі тілек білдіріп, табақтағы астан алдымен баланың өзіне дәм татқызып, қалған асты жиналған жұртқа үлестіреді. Дәмнен ауыз тиген ел қариялары ақ батасын беріп, сәбиге тілек арнайды деп келтірілген. Бұл ырымның өзі жайдан жай жасалмаған екен. Бауырынан табақ жүгіртудің де өзіндік мән мағынасы, ойға алған мақсаты бар. Талпынып тұрған бала бауырын ыстық тамақтың лебі шалғанда, жүйке клеткалары тітіркеніп, бойын тік ұстап, тезірек аяқтануға ұмтылады. Міне осыдан бастап омырау сүтімен қоса қазан тамақтары да балаға беріледі. Нәрлі, құнарлы, дәруменге толы азықтармен тамақтанған бала ет алып буыны бекиді, әрі тай-тай басып жүруіне септігін тигізеді деген екен. Я, қазақ қайсы де бастаудан алдын бата алған, жақсы нәтижеге жету үшін ырымын жасаған. Әсіресе жас нәрестеге жасалатын ырымдардың санына жете алмасымыз анық. Қалай десек те, жақсы ырыммен жасалған той берекелі болсын. Асыл ниетпен жайылған ақ дастархан дәмге толсын.